Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Шоколадты сметана рецептін бірге жасайық. Және де қыздар, дәл осындай оригинал рецепттерді алдағы уақытта да көргілеріңіз келсе, каналға міндетті түрде подписация басып, тіркеліп алыңыздар. Ал бисмилля, біз сметана пирогымызды дайындап бастайық. Ең бірінші бізге қамырын дайындап алу керек болады. Мен видеода 4 сметана пирогтың тестасын бірден дайындап жатырмын. Ал нақты бір сметана пирогтың қамырының тестасының рецептін описаниеде нақты жазып қалдырамын. Сіздер сол жерден қарап өлшеп алсаңыздар болады. Тестаға ең бірінші ұнымызды үлкенірек ыдысқа електен өткізіп дайындап аламыз. Үстіне қопсытқышымызды салып, бөлме температурасында алдын ала шығарып дайындап қойған сары майымызды осылай қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Бөлек ыдысқа жұмыртқамызды салып, қантымызды жақсылап ертіп алған соң, ұнымыздың үстіне салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ шығады. Қамырымызды илеп, тоңазытқышқа 30 минутқа қойып қоямыз. Ал енді шоколадты сметанамызге салмасын дайындайық. Ол үшін бізге Қазақстан шоколады керек болады. Енді үлкенірек ыдысымызға қаймағымызды салып өлшеп аламыз, және үстіне 2 жұмыртқа, мөлшерінше қант және де какао ұнтағы мен жүгері крахмалын салып, жақсылап араластырып біркелкі массаға келтіретін боламыз. Қалауыңызша ваниль ұнтағын салсаңыз да болады. Шоколадты пирогымыздың ең басты қоспасы ерітілген шоколадымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді тоңазытқышта формасын қалпын ұстауға келген қамырымызды осылай табамызға жайып аламыз да, шанышқылармен тесіп шығамыз. Ол арасы піспей қалмасы үшін және де дайын болған қоспамызды үстіне, яғни салмамызды құйып, 180-220 градус аралығында өзіңіздің пешіңізге байланысты пісіріп аламыз. Біздің шоколадты сметана пирогымыз пісіп шықты. Формасынан міндетті түрде суығаннан соң босату керек, себебі бөлініп кетеді. Міне біздің арасы таза пісті. Дәмі деген Қазақстан шоколадының дәмі шығады. Өте дәмді, нәзік пирогтың бірі. Сіз де осы рецепті пайдаланып, өз асханаңызда жасап көріңіз, жақындарыңызды қуантыңыз, және де мені қолдау ретінде каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіз.